Әкімшілік әділет туралы заң 1 шілдеден бастап күшіне енетін болды. Алдағы уақытта сот ісін жүргізудің жаңа түрі, әкімшілік рәсімдік процестік сот ісін жүргізу жүйесі қолға алынбақшы. Кодекс билік органдарымен арадағы дауларды қарау кезінде азаматтардың құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Бұл заңдар судьяның белсенді рөлін белгілеп береді деп күтілуде. Өйткені тура осы заң арқылы судьяға қосымша жаңа өкілеттер мен құқықтар беріліп отыр. Заңда көрсетілгендей, сот алдағы уақытта әкімшілік процеске қатысушылардың түсініктемелерімен, арыздарымен, өтініш хаттарымен ғана шектеле қоймай, белсенді рөл атқару қағидатын басшылыққа алып, дәлелдемелерді өз бетімен жинап, яғни істің мән-жайын тексеруге қажетті дәлелдемелер, іс бойынша алдын ала пікір білдіруге, қажетті дәлелдемелер жинауға, талап қоюдың салдарын түсіндіруге құқылы болып табылады. Осындай өзге де әрекеттер, яғни сот дұрыс қойылмаған талаптарды өзгертуге мәселесін қарай алады, немесе жауапкерді ауыстыру қажет болған кезде осы сұрақтар шешіледі, және сотта талап қоюшы көмек көрсетудің осындай рәсімдік мүмкіндіктері қарастырылған. Судьяның белсенді рөлі бұл азаматқа құқықтық жағынан көмек, қателіктерін түзетуге мүмкіндік береді және азаматтардың құқықтарын қорғауда үлкен маңызы бар.